Сәлем достар, бүгінгі тақырып диета жайлы болмақ. Мен сіздерге диета жайлы өте қызық және пайдалы 8 түрін айтатын боламын. Ол үшін соңына дейін мұқият тыңдауларыңызды өтінемін. Арықтаудың түрлі жолдары мен тәсілдері жайлы мамандар айтып жазудан жалыққан емес. Бірақ сол әдістердің қайсысы тиімді және қайсысы ағзаға зиян болуы мүмкін. Сол жайында аз-маз мәлімет ала кетсеңіздер. Біріншіден, 18:00-ден кейін тамақ ішпеу. Диета жайлы ең танымал аңыз сағат 6-дан кейін тамақ ішпеу. Негізінде ұйықтауға жатардан 4 сағат бұрын міндетті түрде тамақ ішу керек. Бұл жеңіл ақуызды тағам. Мысалыға айта кететін болсақ, майсыздандырылған йогурт не болмаса дәні айырылмаған 2 тілім нан болуы мүмкін. Екіншіден, калориясы неғұрлым аз болса, соғұрлым пайдалы. Егер ағза аз калориялы тағамдарды ғана тұтынатын болса, әрдайым жартылай ұйқылы күйде болады. Артық энергия жұмсамайды. Сол себепті калорияның кетуі де екі талай. Аз калориялы диетаға отыру әрдайым өзіңді ұйқылы ояу, шаршаңқы сезімге кенелтеді екен. Спорт түгілі қарапайым жүріп тұрудың өзіне күш жоқтай болады. Үшіншіден, ет жемеу. Ет құрамында ақуыз бен темір бар екені барлығымызға да белгілі. Онсыз қан құрамында гемоглобин төмендеп, темір жетіспеуден әлсіздік пайда болады. Сол себепті еттен мүлдем бас тартпаған жөн. Тек жақсы ет таңдаңыз. Немесе ас дайындар алдында майын кесіп алып тастағаныңыз жөн. Және де ет жеуді 2 есеге азайтқаныңыз дұрыс болады. Төртіншіден, артық салмақтан арылтатын биотаблеткалар бар екені барлығымызға белгілі. Және де биотаблеткалар қауіпсіз және тиімді болып келеді. Әр адамның ағзасы әртүрлі. Сол себепті мұндай препараттарды қабылдамас бұрын міндетті түрде дәрігермен ақылдасқаныңыз жөн. Себебі ағзаңызға тура келмейтін, дұрыс қабылдамайтын биотаблеткалар қабылдап қойыңыз мүмкін. Бесіншіден, ең бастысы калорияларды санап отыру. 1 грамм ақуыз немесе көмірсуда 4 грамм калория болады. Ал 1 грамм майда бақандай 9 калория бар екен. Бірдей мөлшердегі тағамдар құрамында калория саны түрлі болып келетіндігімен ерекшеленеді. Сол себепті де 1 тәрелке сұлы каша, 1 тәрелке қуырылған картоптан әлде қайда пайдалы. Алтыншыдан, ағза белгілі бір салмаққа бейімделген. Дененің қалыптасуына геннің ықпал етері анық. Алайда сіз әрқашан өз салмағыңызды басқара аласыз. Ол үшін қимыл қозғалыспен өмір сүріп, дұрыс тамақтану қажет. Жетіншіден, ең тиімді диета тамақ ішпеу, яғни аш сезіну. Бұл метаболизмнің дұрыс жасап тұрғанының белгісі. Егер зат алмасу процесі дұрыс болса, онда әр 3-4 сағат сайын қарныңыздың ашқанын сезіну керексіз. Алайда ағзаңызды қатты қинамағаныңыз жөн. Тамақ жемеуден әлсіздік пайда болып, басыңыз айналуы мүмкін. Тек қана рукколадан тұратын аз калориялы салат денеге майдан арылма деген сигнал жіберіп калорияны кетірмейтін болады. 8-ден, ананас май кетіреді деген ақпарат бар. Негізінде диетологтар май кетіретін тағам жоқ деген пікірде. Міне достар, бүгінгі диеталық тағам тақырыбы жайлы керек ақпаратты алдық. Сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Тағам жер алдында ескересіздер деген ойдамын. Сау болыңыздар, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.